Тестостерон гормонун табигый жолмен көтерүү. Мен Ернур Айнаев, 16 жылдык тажрыйбасы бар уролог, андролог, PhD дарыгермин. Паракшамда ерлер денсаулык жайында тиркелип кетиңиздер. Тестостерон гормонунун мөлшерин көтөрүү үчүн ол биринчи дурус тамактануу. Яғни бизде қазір кезде бүкіл тамақтарымызда тәтті нәрселер өте көп. Ол тәтті нәрселер бізде ағзамызға түскен кезде қанттың уровень көтереді. Гликемический индекс деген бар, инсулиновый индекс деген бар. Әр тамақтың өзінің гликемический индексі бар, инсулиновый индексі бар. Ол гликемический индекс пен инсулиновый индекс бізге не үшін керек? Мысалға қараңыздар, бізде көбінесе пациенттер келеді, маған мен айтам да, тәтті нәрселерді азайту керек десе, мен тәтті жемеймін дейді. Бірақ кейін ары қарай сұраған кезде, ол тәттіден де тәтті нәрселер жейді. Яғни нан, картошка, күріш деген сияқты нәрселердің гликемический индексі сахардан да жоғары. Яғни гликемический индекс деген кезде, біз сахарды жеген кезде, сахардың уровені біздің қанымызда қаншалықты қатты көбейсе, сол гликемический индекс болып есептелінеді. И яғни картошка мен жаңағы нанның гликемический индексі біздің сахардың гликемический индексінен де жоғары. Енді ол сахар көтерілді, инсулин алды, оны төмендету керек. Инсулин деген ол негізгі біздің осы сахарды клетканың, жасушаның ішіне кіргізетін инструмент. Яғни сахарымыз бізде көтерілді, инсулин келу керек, клетканың есігін ашу керек, сахар клеткаға кіру керек, бізге энергия пайда болады, соның арқасында біз жұмыс істейміз, қызмет етеміз, ертесі күні бодрый болып жүреміз. Ал енді бізде ойлаңыз, біз сахар жедік, сол энергияны біз алып жұмсау керек еді қой. Біз ол энергияны жұмсамадық, бізде ол энергия тұр. Біз енді сол энергияны жұмсамайынша негізі тамақ жемеуге тырысу керек еді. Бірақ біз энергияны жұмсамадық, екінші тағы да тамақ жейміз. Сіздерге бұлай медицинский емес, түсінікті тілмен жеткізгім келіп тұр қазір. Тағы да тамақ жедік, сахарымыз көтерілді, біздің клеткаларда сахар толып тұр. Енді ол сахарды қайда жібереміз? Инсулин барады да есіктерді ашпайды уже. Өйткені сахар бізде жаңағы нелердің клеткалары забиты уже. Сол үшін сахар бізде қанда, ағзада жоғарылай береді. Инсулин келеді, бірақ клеткаларды ашпайды. Бұл жерде инсулина резистенттілік болады, яғни ағза жаңа клеткалар инсулинға резистентті, есікті ашпайды. И сахарда клеткаларға кірмейді, сахарда жоғары, инсулинда жоғары. Инсулин қаншалықты жоғары болған кезде, ол тестостерон гормонының мөлшерін төмендетеді. Тестостерон гормонының мөлшері төмендегеннен әйел гормоны көтеріледі. Әйел гормоны көтерілгеннен бізде артық салмақ пайда болады. Артық салмақ пайда болғаннан кейін ол одан сайын тестостерон гормонын төмендете береді. Сол үшін дұрыс тамақтануды мен бірінші орынға қойып жатқан себебім, бізде қазіргі кезде тамақтану, дұрыс емес тамақтану ол бірінші орында тұр. Біз қазір өте көп тамақ жейміз, и өте дұрыс емес тамақ жейміз. Яғни тәттісі көп тамақтарды көп жеп жатырмыз. И тәттісі көп деген ол бүкіл тамақтарға кіреді. Біздің жеп жатқан гамбургеріміз, ішіп жатқан соктарымыз, напитоктарымыз, горилла, дизель, кола, фанта, спрайт, макси чай, солардың бәрі ол тәттіге кіріп кетеді. Бәрін бұлай жеке-жеке айтып өтсе де болады, бірақ олардың бүкіл біздің қазір мысалы супермаркеттарға, магазиндерімізге кіріп зат алатын жерге кіретін қарайтын болсақ, 80% біздің тамақтар тәтті нәрселерден тұрады. Яғни біздің жеп жатқан тамақтардың қазір 80% тәтті нәрседен тұрады деген сөз. Осыны реттемейінше қазір біздің денсаулығымызда тестостерон гормонын реттеу, немесе тестостерон гормонын қадағалап жоғарғы уровеньде болып тұруын қадағалау өте қиын болады. 30 жастан кейін біз білеміз, тестостерон гормоны бәрінде, еркектердің бәрінде 1%-ға төмендеп отырады. Егер ол спортпен айналысса, дұрыс тамақтанса, дұрыс ұйықтаса, солардың бәрін орындайтын болса, 1%-ке төмендеп отырады. Ал егер оның бәрі ешқайсысын орындамайтын болса, тәтті көп жейтін болса, дұрыс тамақтанбайтын болса, спортпен айналыспайтын болса, дұрыс ұйықтамайтын болса, онда 5, 10, 15, 20%-ке дейін төмендеуі мүмкін. Яғни тестостерон гормоны резко қатты төмендеп кетуі мүмкін. Сол үшін дұрыс тамақтануды
мен бірінші орынға қойдым. Енді көп жерде байқасаңыздар, бізде не істейді? Көбінесе айтатын, ананы жеме, мынаны жеме, мынаны жеме, ананы істеме, мынаны істеме, мынаны істеме деп айтады ғой. Енді мен ананы істеме деймін да, мынаны істе деуге сіздерге подсказ жасауға тырысатын боламын. Мысалға біз айтамыз, углеводтарды жеме, белоктарды жеу керек, жирларды жеу керек. Біздің тамақтар өзде 3 нәрседен тұрады. Углевод, белок, жир. 3 нәрседен. Яғни біз углеводты алып тастайтын болсақ, значит бізде белковое питаниемен и жир қалады. Сол үшін бізде белковое питанияға не кіреді? Ол ет, тауық, балық, жұмыртқа, ірімшік, құрт, сүтті тағамдар, солардың бәрі айран, творог деген сияқты тағамдардың бәрі ол белковый тамақтарға кіреді, и оларда углеводтың мөлшері аз. Сол үшін осы тамақтарға қаттырақ көңіл бөлу керек. Сосын біздің рацион питанияға көкөністер мен жемістерді қосуға тырысамыз. Көкөністерден брокколи, капуста, қияр, помидор деген сияқты нәрселерді, клетчатка көп қосу керек. И мынау жасыл жапырақтарды көп қосуға тырысу керек. Себебі зерттеулер жүргізген кезде, мысалға айтатын болсақ, егер даже углеводты жейміз, углеводты жеп біз сахарды өлшесек, гликемический индекс жоғарыда, оның алдында жасыл жапырақтар жеп, сосын барып углевод жеп сахарды өлшеген кезде сахардың мөлшері олай қатты көтерілмеген. Яғни көрдіңіздер ме, бұл жерде сол әр тамақтың алдында жасыл шөптерді жеуге тырысу керек. Орам жапырақ или капуста сол тұқымдас тамақтарды, брокколи сияқты, цветная капуста, осындай тамақтарды көбірек біздің тағамдарымызға қосуға тырысу керек. Сосын квашеная капуста өте жақсы көмектеседі, оның ішінде витаминдарға өте бай. Тамақтар бойынша тағы да не қоссақ болады? Жаңғақтардың түрлісін қосса болады. Ол жаңғақтар бізде витаминдарға, минералдарға и белокқа бай. Ол біздің қарнымызды аштырмайды, қатты аштырмайды. И біз қарнымыз қатты ашып кететін болса, углеводтар бар, олардың бірақ мөлшері өте аз. Қарнымыз қатты ашып кеткен кезде, определенный жаңағы мөлшерде жаңғақтар кез келген, греческий жаңғақ болсын, бразильский жаңғақ болсын, миндаль болсын, жаңа арахистар болсын, кез келген жаңғақтың түрлерін жесек, ол бізге денсаулығымызға өте пайдалы болады. Сосын балықтың кез келген түрін, майлы түрлері бізге өте жақсы, қатты өте жақсы көмектеседі. И бізге жаңағы омега-3 майларын бізге сол балықтардан алсақ болады. Омега-3 майлары бізде қан тамырлар жүйесінің жақсы жұмыс істеуіне өте қатты әсер етеді. Соның ішінде жаңғақтардың ішінде тағы ұмытып кеттім, тыквенный асқабақ жаңғағы бізде цинкқа бай. Цинк та ол бізде тестостеронның мөлшерін көтереді. Тамақтар бойынша осы. Екінші физикалық жаттығулар мен ұйқыны реттеу, яғни ерте жатқан кезде бізде кортизол гормоны ұйықтату керек бізді, мелатонин гормонын оятып, мелатонин гормонымен бірге соматотропный гормонын оятып, біз ағза түні бойы восстанавливать ету керекпіз. Сол үшін кешке жақын спортпен айналыспау керекпіз. Жаттығуда осыны біз дұрыс түсініп алғанымыз дұрыс. Сағат 6-ға дейін ғана спортпен айналысамыз, 6-тан кейін спортпен айналысуға болмайды, себебі кортизол гормонын біз төмендетіп, кортизол гормонын ұйықтату керекпіз. Кортизол гормоны таңертең бізбен бірге оянып, сол кезде ғана спортпен айналысқан кезде кортизол гормоны ол бізге жаңағы активный болуға өте жақсы көмектеседі. Бірақ кортизол гормоны кешке жақын ұйықтау керек та, мелатонин гормонын ояту керек бізді, ағза полностью восстанавливать етілу керек. Ал бізде өкінішке орай кешке жақын спортпен айналысады. Спортпен айналысқан кезде де спортпен айналысу деген осы екен дейді да, ауыр зілтемірлерді көтеріп, өз-өзіне проблема создавать етеді. Интенсивный, тяжелая физическая нагрузка ол тестостеронды төмендетеді. Сол естеріңізде болсын. Тестостерон гормоныңыз төмендеп кетпесін десеңіздер, онда нагрузкада қатты ауыр болмау керек. Біз нагрузка жасаған кезде, спортпен айналысқан кезде, біз подходтарын көбейтіп, нагрузканы азайту керекпіз. Сол кезде біздің тестостерон гормонының мөлшері жоғарылайтын болады. Көрдіңіз, былай айтып қоятын болсақ, физнагрузкамен айналысу керек дейтін болсақ, тек қана физнагрузканы ғана қойып қоятын болсақ, қалай айналысу керек екені бізге маңызды. Ауыр түрде
түрлі физнагрузкалар бізге керісінше тестостерон гормонын төмендетуі мүмкін. Сол үшін мысалға қатты үлкен ауыр жаңағы нелерді салмақтарды көтеретін спортсмендер, атлеттер көбінесе тестостерон гормонын салады. Немесе мастер спорта болғанда жаңағы нелерді олимпиадаға қатысатын, немесе на профессиональном уровне айналысатын спортсмендер, олар көбінесе тестостерон гормонын салады. Себебі ол бізде нагрузка ағзаға өте үлкен нагрузка болып кеткеннен кейін ағза біздің тестостерон гормонын мөлшерін, тестостерон гормонын беріп үлгермей қалады да. Сол үшін бізде тестостерон гормоны бағанағы нагрузкаға бізге жетпей қалады. Сол үшін тестостерон гормонын олар сырттан салып жатады. Немесе питанияны өте қатты дұрыстау керек, олар демалып үлгеру керек ортасында. Яғни кім профессионально спортпен айналысады, оларда режим сна, режим спорта и отдыха оларда дұрыс болу керек. Біздегі сияқты жұмыстан кейін барып спортпен айналысып, спорттан кейін барып жұмысқа бару, ол дұрыс емес. Ол біздің тестостерон гормонымызды көтеру емес, төмендетіп алуымыз мүмкін. Табиғи қоспалар мен витаминдар. Мысалы, мен айтатын едім, витамин D қазір поголовно бәрімізде төмен, ал витамин D ол тестостерон гормонының қаңқасы. Біздегі белковый аминокислоттар, белоктар да тестостерон гормонының қаңқасы бар. Бізде өкінішке орай қазіргі кезде энергия жоқ ешкімде. Энергия жоқ болғаннан кейін олар не істейді? Энергияны горилла, дизи сияқты напитоктармен, энергетический сусындармен энергия алғысы келеді. Енді мен қазір соңғы кезде всегда айтып жүрмін, энергетический напитоктар біздің ағзамыздағы митохондрия деген клетка бар. Митохондрия ол энергия беретін жасуша. Сол жасушаны қылқындырып тұрып, содан энергиясын бәрін алып алады да, ол клетка бір күн болмаса бір күні бітеді, жұмысы қызметі төмендеп, энергия беру қызметі төмендеп кетеді да, біздің денсаулығымызда үлкен проблема пайда болады. Сондай проблема болмас үшін бізде энергия жоқ болып жатса, неге ол энергиямыз бізде жоқ болып қалды? Соны анықтау керекпіз. Көбінесе бізде энергия витамин жетіспеушілік салдарынан төмендеп кетеді, жоқ болып кетеді. Тестостерон гормон мөлшері нормальный болып тұру да мүмкін, немесе тестостерон гормон мөлшері төмендеп кетуі мүмкін. Соны анықтау керекпіз да, и соны восполнять ету керекпіз. Тестостерон гормонын беріп жатқанның өзінде бізде сол тестостерон гормонның қаңқасын қалайтын біздегі ағзадағы белок жаңағы төмен болса, витамин D төмен болса, цинк төмен болса, селен төмен болса, біздің тестостерон гормонымыз біз бергенмен, қабылдағанмен ол гормон қайта-қайта түсіп кете беретін болады. Сол үшін соны қадағалау керек, витаминдер мен дәрумендерді ағзада реттеп отыру керек болады. Егер ол витаминдар бізде тамақпен түспей жатса, значит біз сырттан витаминдар салу керек боламыз. Сырттан витаминдар салуға қорықпаймыз. Максимум жаңағы сырттан витаминдар салғаннан кейін біз восстанавливать етіп аламыз да, күшімізді жинап аламыз да, и сол витаминдарды тағамдардан алуға тырысатын боламыз. Сол үшін біздегі ағзадағы жетіспеушіліктерді анықтауға қорықпау керек, керісінше анықтап, ертерек реттеп оны и жетіспеушіліктерді басқа өзіміздің табиғи жолмен восстанавливать етуге тырысатын боламыз. Қазіргі кезде мынау нелер өте көп, шөп дәрілер деген сияқты рекламалар өте қаптап кетті. Соның ішінде мына витамин, теке, қошқар, айғыр, неше түрлі баттар қаптап кетті. Тестостерон гормон мөлшерін көтереді, ішіп алсаң бүйтіп қаласың, сөйте қаласың деген сияқты баттарды өте көп көріп жатырмыз. Естеріңізде болсын, ол баттардың ішінде ол тестостерон гормоны емес, ол ішінде Viagra дәрілер өте көп қосылады, и оны ішкен кезде біздің жаңағы мүшенің тұруына көмектеседі бастапқы кезде. Ол проблеманың шешуі болып есептелмейді, ол проблеманың салдарымен күресу болып есептелінеді. Бірақ проблеманың себебімен күреспегеннен кейін салдарымен күресетін болсақ, ол ұзаққа бармайды біріншіден, екіншіден оған зависимость, привыкание туындауы мүмкін, үшіншіден сіз өзіңіздің денсаулығыңызды одан сайын құртып алуыңыз мүмкін. Сол үшін проблеманы бірінші себебімен, салдарымен емес, себебімен күресуге тырысу керек, и себебін іздеуге тырысу керек болады. Ондай шөптер бар, ондай шөптер жоқ деп айтпаймын, бірақ ондай шөптерді қазіргі кезде натуральный биде, табиғи күйінде табу өте қиын. Қазақстанымызда тем более ондай шөптер өндірілмейді. Ол мысалға тангат алий платинум деген сияқты, тангат алий деген жаңа корень бар, эпимедиумный кореньдар бар, женьшень кореньдар бар, макканың кореньдары бар. Ондай кореньдарды егер табиғи
таза күйінде таба алатын болсақ, әрине ол біздің тестостеронымыз, мысалы трибулус деген сияқты тоже біздің тестостеронымызды табиғи жолда стимулировать етеді. Бірақ ондай кореньдер таза жолда, таза кореньдер табу өте қиын. Сол кореньдердің атын жабылып, ішіне Viagra дәрілерін қосып жіберіп жатқандар өте көп. Естеріңізде болсын, сіз егер сондай корень тауып алып, соны ішкен болсаңыз, мүшеңіз сразу тұратын болса, значит, ол кореньнің ішінде Viagra қосылған деген сөз. Себебі ол кореньдер сізде мүшеңізді сразу тұрғызбайды. Ол кореньдерді ішкен кезде сіз определенный уақыттан кейін ғана мүшеңіздің жақсы жұмыс істеп бастағанын сезу керексіз. Соңғысы ол тұрақты жыныстық қатынас. Біз тұрақты жыныстық қатынасқа түсіп отырған кезде, ол тұрақты жыныстық қатынас естеріңізде болсын, ең үлкен тестостеронның стимуляторы. Яғни тестостерон гормонының көмегімен ғана бізде желание, қатынасқа деген желание болады. Қатынасқа желание болған кезде, біз қатынасқа түсіп жатқан кезде, бізде ағзаға гормон керек деп, бізде миға запрос келеді, сол гормон стимулироваться етіледі, яғни ынталандырылады. Сол үшін біз тұрақты жыныстық қатынасқа түсіп отырған кезде, біздің жұмыртқамыздың қызметі ынталандырып, жұмыртқа постоянно жұмыс істеп отырады. Сол үшін тұрақты жыныстық қатынас бізге өте маңызды. Біздің жігіттеріміз 35-40 жасқа дейін үйленбей жүрген жігіттердің құлақтарына алтын сырға. Егер денсаулығыңызбен проблема болмасын десеңіз, ертерек үйленіп, тестостерон гормоныңыздың мөлшерін жоғарылатып отырыңыздар. Егер сіздер осы жоғарыда айтылған табиғи жолмен тестостерон мөлшерін көтеретін әрекеттерін бәрін жасап, сонда да сізде әлсіздік бар болса, өзіңіз әлсіреп жүрсеңіз, мүшеңіз әлсіреп жүрсе, үнемі шаршап жүрсеңіз, ештеңкеге зауқыңыз жоқ, ештеңкеге желание жоқ болып жүрген болса, онда сізге тестостерон гормонының мөлшерін тапсыру керек болады. Негізі 30 жастан кейін тестостерон гормоны бәрімізде төмендейді, ал сізде изначально қаншалықты болғанын анықтап алғыңыз келсе, тестостерон гормонын тапсырасыздар. Ол жерде тек қана бір ғана гормон емес, сол тестостеронға жауап беретін мидың гормоны бар, екі гормон бар, ЛГ, ФСГ деген гонадотропный гормондар, соларды тапсыру керек. Яғни тестостерон гормонын тапсырасыз, ЛГ, ФСГ, пролактин, ТТГ, эстрадиол гормонын тапсырасыз. Осы гормондардың мөлшері арқылы бізде гормонымызда проблема бар ма, жоқ па екенін біз анықтап бере аламыз сізге. Видео ұнаған болса, достарыңызға, таныстарыңызға таратыңыздар. Қазіргі кезде еркектердің екінің бірінде осындай проблема бар. Сол үшін өзінің денсаулығын табиғи жолмен жақсартып алсын десеңіз, бүкіл таныстарыңызға, туыстарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Келесі жол қандай тақырыпты қозғаламыз қаласаңыз, төменге комментарийға жазып кетіңіздер. Сол тақырыпты қозғауға тырысатын боламыз.